Кайырлуу күн баршаңызга. Бүгүн дәруменге толы және пайдалы салаттың бірі французский салатының рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар. Салатқа қажетті заттар: капустаның шағын бөлшегі, сәбіз, қияр және пай жасағанға арналған картоп, қызылша, гранат. Гранаттың орнына кукуруз қолдануға болады. Майонез, терка және пісірілген 200-300 граммдық ет. Ең алдымен теркадан өткізілген картопты тұзды суға 30 минутқа қойып қоямыз. Кейін картопты судан сығып, сүлгіде видеода көрсетілгендей орап қоямыз. Картопымыз құрғағанша қызылша мен сәбізді теркадан өткізіп аламыз. Капуста менен қиярды жіп-жіңішке етіп турап аламыз. Піскен етімізді де ұзын жіңішке қылып турап аламыз. Гранатымызды да тазалап аламыз. Дайын болған картопымыздан пай дайындап аламыз. Табаға 150-200 мг сұйық май құйып, қызартып аламыз. Қызған майға картопты аз-аздан салып, қуырып аламыз. Пайымыз дайын болған соң, барлық туралған заттарды видеода көрсетілгендей әдемілеп салып, бетіне майонез жағамыз. Осы рецепт бойынша 2 үлкен тарелка шығады. Салат оңай дайындалады. Жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.